Жас Қазбек ханды тоқтатты. 17-18 ғасыр қазақ пен қалмақ арасындағы жаугершілік күшейген ауыр заман еді. Bir күні қалмақ ханы қазақтың бірнеше адамын тұтқынға алып келді. Ел ішін үрей биледі. Сонда қазақ елі небәрі 14 жастағы Қазбек биді елшілікке жіберді. Жас би жау ордасына кіріп барды. Қалмақ ханы оның жасына қарап мысқылдай күлді. «Сен кімсің?» деді тәкаппар үнмен. Сонда жас Қазбек би тайсалмастан: «Біз қазақ деген мал баққан елміз. Бірақ ешкімге соқтықпай, жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз, басымыздан сөз асырмаған елміз. Достығымызды сақтай білген елміз, дәмімізді ақтай білген елміз. Асқақтаған хан болса, хан ордасын таптай білген елміз. Атадан ұл туса, құл болсын деп тумайды. Анадан қыз туса, күң болсын деп тумайды. Ұл мен қызын жатқа беріп, қор болып отыра алмайтын елміз. Сен қалмақта, біз қазақ қарпысқалы келгенбіз. Сен темірде, біз көмір еріткелі келгенбіз. Екеліктің лағын теліткелі келгенбіз. Жаңа үйреткен жас тұлпар бәйгеге шапқалы келгенбіз. Тұтқыр сары желіндей жабысқалы келгенбіз. Берсең жөніңмен бітіміңді айт, бермесең қай жерде соғысатыныңды айт. Төбеңнен жай түсіп, талқандатқалы келгенбіз. Жас бидің осы сөзіне бүкіл орда үнсіз қалды. Қалмақ ханы да оның батылдығына таңырқап, тұтқындарды босатып жіберді. Сол күннен бастап Қазбектің даңқы бүкіл далаға тарады.